білім саласының үздігі, өз ісінің хас шебері, үйренуден жалықпаған ұлы ұстаз Қанипа Омарғалиқызының орны әр қайсымыз үшін ерекше. Тегінде бала жүрегіне ізгілік пен білімнің нәрін егіп, мамандығын мақтанышқа айналдыра білген ұстаз биыл 75 жасқа толар еді. Көзінің тірісінде-ақ хан апа, қазақтың Қанипасы атанған Қанипа Омарғалиқызы СССР мемлекеттік сыйлығының лауреаты, құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ұстазы сияқты көптеген атақтарға ие болған. Ұлы ұстаз қазақ әдебиетін оқытудың инновациялық технологиясын төл ізденістерімен дамытып, ежелгі дәуір әдебиетінен қазіргі қазақ әдебиетіне дейін оқыту әдістемесін жазып шыққан ғалым ұстаз еді. Бүкіл қазақ елі мойындаған ұлы ұстазымызға лайықты құрмет көрсетіп, ұлықтағанымызды борышымыз деп білеміз. Ұстаздардың ұстазы деп бағаланған Қанипадай қызың бар дара тұлға, өр мінезді, шешен тілді қайсар апам шыға білді білім мен биік шыңға. Әдебиет оқыту әдістерін жинақтап, еңбек етті жан ұшыра, 40-тай кітап жазып бұл жалғанда қалдырды шәкірттерге үлкен мұра. Жақынындай қарайтын барлығына алалап, қараламай адамдарды, әсіресе жанындай жақсы көрді студент, оқушы балаларды. Менің тілім, туған тілім, қазақ тілі деген кезде жалындап, айналасын нұрға бөлеп, болатұғын көпке үлгі.